Бала сүю Алланың әйел адамдарға берген ең үлкен нығметтерінің бірі. Бала бойға біткеннен 9 айға дейінгі кезең әрі жағымды, әрі қиын, жауапкершілігі мол, маңызды кезең болып табылады. Егер әйелдер бұл кезеңде шетелдік сериалдарды көп көрсе, бала жеңілтек болып өседі. Егер сағаттап телефонмен бос әңгіме айтса, бала да өскенде өсекке құмар болады. Себебі сәби жатырда жатып-ақ бәрін естиді, бәрін сезеді. Міне сондықтан дені сау, ақылды, елдің азаматы, Алланың ізгі құлдарының бірі болар ұрпақты өмірге әкелгіңіз келсе, мына амалдарды орындаңыз. Аллаға шүкіршілік етіңіз. Кейбір әйелдер дәл қазір туғым келмеп еді, енді қалай асыраймын деп жағдайын айтып жатады. Әр адамның ризық несібесін Алланың өзі береді. Сондықтан Алланың бұл сыйына рахмет айтыңыз. Бір балаға зар болып жүргендер қаншама ойлап көріңізші. Дұға етіңіз. Алладан дені сау, иманды, әр саналы ұрпақ тілеп мына дұғаны оқыңыз. Бір кездері Имранның әйелі: «Уа Раббым, шынында мен құрсағымдағы баламды дүниелік істерден толық азат етіп, бір өзіңе, яғни өзіңнің жолыңа, басы бүтін атайтындығыма серт бердім. Осы нәзірімді менен қабыл еткейсің. Шүбәсіз сен бәрін естуші, әрі бәрін білетін шексіз ілім иесісің», деп мінәжат еткен еді. Әли Имран сүресі 35 аят. Денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Дұрыс тамақтанып, көкөніс пен жеміс-жидектерді көп жеп, газдалған сусындарды, кофе мен қою шайды ішпеңіз. Уақытылы тамақтану өзіңіздің де, балаңыздың да денсаулығына жақсы әсер етеді. Көбірек қимылдаңыз. Маған көп қимылдауға болмайды деп жатып алған дұрыс емес. Таза ауада көбірек серуендеп, үй шаруасында әдеттегідей атқарыңыз. Жиірек қимылдаған пайдалырақ. Бұрынғыдай отын, су тасып, кірді қолмен жуып, қазанға от жағып, тандырғаннан жабатын әйелдер кемде-кем шығар. Шаш боямаңыз. Шаш бояғанда адам денсаулығына зиянды химиялық заттар көп. Сондықтан тым болмаса жүктілік кезінде балаға зияны тимеу үшін шашты боямаған дұрыс.